Екінші маусым Уэнсдейді қараңғы, қорқынышты, фарфор қуыршақтарға толы подвалда байланып отырған сәттен басталады. Содан кейін оқиға 6 апта бұрынға оралады. Біз Уэнсдейдің өз экстрасенсорлық қабілеттерін көлеңгелер кітабы арқылы алдыңғы бөлімде Гуди Адамс мұра еткен құралмен бақылауды үйренгенін білеміз. Қабілеттерін меңгерген соң, Уэнсдей өз арманын орындауға шешім қабылдайды. Америкадағы ең ұстап болмас қылмыскерлердің бірі 11 құрбаны бар скальперді Канзас-Ситиден табу. Ол құрбандарының шаштарын қуыршақ жасау үшін пайдаланғандықтан осы атқа ие болған. Аңшылықты бастау үшін Уэнсдей Тинтті полиция бөліміне жіберіп, соңғы құрбанына тиесілі боулинг добыны ұрлатқызады. Допқа қол тигізгенде өзінің қабілеттері арқылы скальпердің орнын анықтап, Канзасқа аттанады. Әуежайдағы бақылауда дабыл қақты. Уэнсдей жасырын кастетін тапсыруға мәжбүр болады. Қорғаушылар күдіктене бастап, металл детектор арқылы тексеріп, барлық жасырын қаруды шығаруды талап етеді. Сөмкесінен олар Тинкті де табады. Бірінші бөлімде таныс болған тірі кесілген қол. Уэнсдей оның тек протез екенін айтады. Келесі сахнада Уэнсдей скальперді тауып, оған электрошокермен соққы беруге әрекет етеді. Бірақ ол тосқауыл қояды. Сол сәтте Уэнсдей көрініске батып кетеді. Көзінен қара көз жасы аға бастайды. Біраздан кейін ол оянып, өзін маньяктың құпия подвалында қуыршақтармен қоршалғанын түсінеді. Скальпер азаптау құралдарын ұстап келіп, оған өзінің бейнесінде жасалған қуыршақты көрсетеді. Бұл арқылы ол құрбандарын есінде сақтайтынын түсіндіреді. Кляпты шешкеннен кейін Уэнсдей салқын қанды түрде өзіне тиесілі бір жұмысты көрсетуге ниеттенетінін айтады. Басқа қуыршаққа қараған сәтте ол кенеттен көзін ашады. Ішінен Тинк шығып, скальперға шабуыл жасап, Уэнсдейге босану мүмкіндігін береді. Тинк маньяқты тұншықтырғаннан кейін Уэнсдейдің бетінде қара көз жасы бар екенін байқайды. Ол мұны құпия ұстауды ескертеді. Содан соң Уэнсдей пышақты алып, зұлым күлкімен скальперға қарайды. Үйге оралған Уэнсдей газеттегі үзінді тұрған рамканың алдында отыр. Жарлығында былай деп жазылған: скальпер ұсталды және жасырын қыздың арқасында қолға түсті. Осы кезде ол Гуди кітапшасындағы қарагөз жастары туралы жауаптарды іздейді, бірақ ештеңе таппайды. Осы сәтте бөлмеге оның анасы Мартиша кіріп, Уэнсдейге Невермор мектебіндегі жаңа оқу семестрі жақындап келе жатқанын еске салады. Ол қызының романын оқуды асыға күтетіні туралы қосады. Бізге белгілі, Уэнсдей оны 1 маусымда жазған болатын. Мектепке бара жатқан жолда Уэнсдейдің ағасы Паксли, енді ол да Неверморда оқиды. Электрокинетикалық қабілетін көрсетеді. Фестер сияқты. Мартиша мен Гомез золым мақтайды. Паксли әкесінің бұл күшке ие болмағанын сұрағанда, Мартиша изгой болу бұл жан күйі дейді. Ал Уэнсдей тек ағасының қабілеті өзіне қалай көмектесетініне қызығады. Ол Пакслидің дәлдігін тексеруге шешім қабылдап, көлікпен өтіп бара жатқанда стоп жазуының О әрпіне тигізуін бұйырады. Егер сәтсіз болса, оны машинеден тастайтынын ескертеді. Ол дәл тигізеді, бірақ сынған белгі апатқа себеп болады. Адамс отбасы Неверморға келеді. Мартиша бұл Уэнсдейдің мектепке ерікті түрде 1 рет оралғанын атап өтеді. Уэнсдей өз мақсатын айтады: мектепті өз еркіне бағындыру. Кейін біз оны нағыз атақты болған көріп, оқушылар оны суретке түсіріп автограф сұрайды. Бьянка келіп, фанаттарды тарқату үшін сирена күшін қолданады. Ол Уэнсдейге мектепті құтқарып, Кракстоунды жеңген соң, ерлігінің Неверморға таралғанын түсіндіреді. Содан кейін жаңа мектеп директоры Дорт Уэнсдейге келеді. Ол өзін таныстырып, Уэнсдейді мектептің құтқарушысы деп атап, Невермор негізін қалаушылар құрметіне үлкен от жағу дәстүрін қайта жандырғысы келетінін айтады. Ол Уэнсдейді құрметті қонақ болуға шақырады. Мектептің бұрынғы даңқын қалпына келтіргісі келетінін қосады. Бірақ Уэнсдей оның ұсынысын қабылдамайды.
Келесі сахнада біз жеке детектив Карл Брэдбериді көреміз. Ол пикникке шыққан жұпты жасырын суретке түсіреді. Кенет жанындағылардың біріне бір көзді қара торғай қонады. Ал бірнеше минуттан кейін ондаған басқа торғайлар ұша келеді. Карл тезірек фургонға кіріп, есіктерін құлыптап, біреуге телефон соғады. Бірақ артқа қараса, торғайлар фургон ішінде де бар екенін байқайды және оған шабуыл жасайды. Сол уақытта Неверморда жатақхана бөлмесінде Уэнсдей таң қалып отыр. Оның көршісі Энит кеш өткізген. Энит оны жылы қарсы алып, қонақтарды шығарып жібереді. Содан кейін Энит жазғы демалысы туралы айтып, Уэнсдейге қара футболка сыйлайды. Уэнсдей өз кезегінде Энитке скальпердің подвалынан әкелген қуыршақты береді. Оның адам шашынан жасалғанын түсіндіреді. Энит сыйлықты сәл ыңғайсыз қабылдайды. Кейін Энит оқу жылына арналған жоспарларын бөліседі. Бір мақсат – Белладонна клубына қосылу. Ал Уэнсдей адамдардан алшақтап жаңа романына шоғырлануды ойлайды. Сол сәтте ол Энитке 2 жылдық еңбектің нәтижесі болған дайын шығармасын көрсетеді. Осы кезде есік қағылады. Энит бірінші маусымда ғашық болған, қазір кездесіп жүрген Аякс келеді. Энит жасырынса, Уэнсдей есікті ашады. Аякс Энитті көрмегенін сұрайды. Уэнсдей оның ісіне кеткенін айтып, өтірік айтады. Содан кейін ол Энитке арналған сыйлық ойыншықты жеткізуді өтінеді. Аякс кеткеннен кейін Энит бұрынғы сезімдері жоғалғанын мойындайды және өзін өзгерткенін айтады. Уэнсдей оны сөйлесіп, дұрыс шешім қабылдауға көндіреді. Кенет олардың шкафынан арбалет жебесі ұшып шығып, Уэнсдей мен директор Дорттың суретінің жанына қадалады. Суреттегі жазу: "Қайтып келдің, Уэнсдей, мен әлі де саған бақылау жасаймын." Уэнсдей суретті алып, экстрасенсорлық қабілетімен кімнің бақылап жатқанын анықтауға тырысады. Бірақ сәтсіз болады. Энит байқайды. Уэнсдейдің көзінен қара көз жасы ағып жатыр. Сол уақытта Мартиша мен Гомез ұлдары Пакслиді Калибан холға орналастырады. Бұл Гомездің студенттік жылдарында тұрған ескі жатақхана. Паксли көршісі Юджинмен танысып, әзілмен хайт шабуыл жасағанда қандай болатынын сұрайды. Юджин әлі де түні бойы қорқыныштан оянып жүретінін айтып, Паксли бұл сөзге күліп жауап береді. Гомез балаларға достықтың маңызды екенін еске салады да, Мартиша екеуі олардың жеке қалуын қамтамасыз етеді. Юджин Пакслиге өзінің жәндіктер коллекциясын көрсетеді. Паксли жатақхана ішінде серуендеуді сынады. Бірақ Юджин Уэнсдей оның өмірін құтқарған соң ғана бір бөлмеде тұруға келісетінін түсіндіреді. Сол сәтте Аякс кіріп, өзін бірінші курс студенттерінің кураторы деп жариялайды және сұрақтары бар ма деп сұрайды. Жауап ала алмай, ол кетеді. Кейін Уэнсдей жаңа директор Дорт пен өзінің отбасы әңгімесіне қосылады. Дорт Мартишаға мектепте жұмыс ұсынады. Ол оны қайырымдылық комитетінің басшысы болуға шақырады. Дорт Уэнсдейге Ксавье, әкесі Винсент Торт бұрын осы комитетті басқарғанын, бірақ ұлы Хайт деп қате айыпталған соң жұмыстан кеткенін айтады. Сол себептен Винсент мектепке ренжіп, ынтымақтастығын тоқтатқан. Сондай-ақ Ксавье басқа мектепке ауысқаны. Ол Швейцарияда орналасқаны белгілі болады. Дорт Мартишаға тағы да ұсынысты қарауды өтініп, отбасын Ротвуд коттеджге апарады. Бұл үй бұрын Мерилин Торнкилдің мекені болған. Бірінші бөлімде басты зұлымдық жасаушы ретінде көрінген. Қазіргі таңда ол түрмеде отыр. Директор коттеджді Мартиша үшін уақытша мекен етуге болатынын, егер ол комитет басшысы лауазымын қабылдаса қосады. Дорт кеткен соң Уэнсдей анасына неге Невермордағы жұмысқа қызыққанын сұрайды. Мартиша қызы үшін рухани тәлімгер болғысы келгенін түсіндіреді. Уэнсдей бұл ойды қабылдамай Мартишаны көк құс, тек жақсы көріністерді көретін деп сипаттайды. Ал өзін қара торғай, болжамдары әрдайым қараңғы дейді. Мартиша ворандарды жақсы білетінін айтып, әпкесі Офелия да солардың бірі болғанын еске алады. Ол Уэнсдейдің жыл сайын Офелияға ұқсай түскенін мойындайды. Бірақ Уэнсдей бәрі өз жолында болатынын айтып, ананы Пакслиге назар аударуға шақырады. Келесі сахнада Уэнсдей Тингпен орман арқылы серуендеп жүр. Біраздан кейін ол полицейлерді байқайды. Карл Брэдберидің денесін тауып алған, көзін торғайла шалған. Оқиға орнында ол жаңа шериф Ричи Сантьягоны кездестіреді. Ол бұрын шериф Галпиннің
көмекшісі болған. Әңгімелесу кезінде Уэнсдей өзіне қарап тұрған қалпақ киген адамды көреді. Оны байқап қалғанын түсінген белгісіз адам қашып кетеді. Уэнсдей оны қуып жетіп, жерге түсіріп, оның Тайлердің әкесі, бұрынғы шериф Донован Галпин екенін анықтайды. Галпин өзінің және Брэдберидің бір құпия істі зерттеп жүргенін түсіндіреді. Оның айтуынша, Брэдбериді тапқан нәрсе изгояларды қауіпке тігуі мүмкін болған. Галпин изгояларда тек өзінің ұлы Тайлерде изгой болғандықтан қамқорлық жасайтынын айтады. Ол Торнхилл Тайлерді монстрға айналдырғанын, бірақ шындығында ол жақсы адам екенін мәлімдейді. Уэнсдей оған Тайлер әрқашанда монстр болғанын жауап етеді. Донован Уэнсдейден көмек сұрайды, бірақ Уэнсдей бас тартып кетеді. Кетер алдында Галпин оған торғайлар әрдайым бақылап тұратынын ескертеді. Сол кеште Неверморда директор Дорт Бьянканы кабинетіне шақырып, қаржы жинау іс-шарасында студент өкілі рөлін атқаруды сұрайды. Бьянка бас тартады. Сонда Дорт оған шәкірт ақымен оқитынын еске салады. Егер іс-шара сәтсіз болса, кейбір студенттер, оның ішінде Бьянка, қолдаудан айырылады. Дорт сонымен қатар оны адамдарды мектепте қаржы жинауға көндіру үшін сирена қабілетін қолдануға шақырады. Ол Бьянкаға ұсынысты ой елегінен өткізу үшін ертеңге дейін уақыт береді. Сол уақытта Аякс Каливан холдағы бірінші курс студенттеріне жүрегі әлсіз бала туралы аңыз баяндайды. Ол бала өзіне механикалық жүрек жасаған. Бала бір кездері жүрек ауруынан төсекке таңылған, бірақ бос уақытын ғажайып машиналарды сызумен өткізген. Дәрігерлер оған тек бірнеше ай ғана қалғанын айтқанда, ол өз өмірін ұзарту үшін механикалық жүрек жобалауды шешкен. Операция сәтті өткен, бірақ жаңа жүрек оның мінезін түбегейлі өзгертті. Ол суық және амбициялы болды. Неверморға түскенде ұстаздар оны мектеп тарихындағы ең ұлы гений деп атаған. Алайда уақыт өте, оның өнер табыстары қауіпті болып кеткен, және ақырында біреуі оның өліміне себепші болады. Аңызға сенсек, оны сүйек ағашы жанында жерлеген, және әлі күнге дейін оның механикалық жүрегінің тикалауын естуге болады. Паксли әңгімеге күліп тыңдайды. Сол кезде Энит Тингті мектептің балконында байқап, ол не істеп жүргенін сұрайды. Тинг Уэнсдейдің оған айқайлағанын түсіндіреді. Энит көңілі түскен досын жұбату үшін достармен бірге оның шағын бөлмесін ұйымдастырады. Өз бөлмесінде Паксли сүйек ағашының орнын картадан табады. Содан кейін күшін пайдаланып өлі өрмекшіні тірілтеді. Осы кезде жаңа музыка мұғалімі мисс Изадора Капри Уэнсдейдің виолончельді ойнап отырған сыныбына кіреді. Уэнсдей оны бірден танып қалады. 10 жасында Капри өзінің алғашқы классикалық альбомын шығарған болатын. Мұғалім виолончель ойынын жақсарту үшін бірнеше кеңес береді. Бірақ Уэнсдей сабақтан бас тартып, тек өз рахаты үшін ойнайтынын айтады. Келесі күні Да Винчи тобының телекинез қабілеті бар оқушылары мектеп негізін қалаушылар құрметіне бүркіт пішінді үлкен от жағады. Іс-шараға директор Дорт пен Мартиша келеді. Дорт тағы да Мартишаға қайырымдылық комитетін басқаруға келісетінін сұрайды. Мартиша ойланатынын айтып, Неверморға көмектескісі келетінін, бірақ жалғыз болу қиын болатынын түсіндіреді. Сол кезде Дорт оған көмекші студент табуды ұсынады, және Бьянка Барклайды таныстырады. Дорт Мартишаға кешке отты көріп, соңғы шешімін қабылдауға шақырады. Кешке Уэнсдей Ксавьеден хат пен сурет алады. Хатта ол өткен бөліпте берген телефон арқылы байланысқа шыққанын, бірақ Уэнсдей жауап бермегенін жазады. Шын мәнінде Уэнсдей телефонын қайнаған суға салып жіберген болатын. Суретте бір көзді қырғауыл бейнеленген. Ол қабір тасында отыр. Ксавье бұл жағдайдың Уэнсдейге қатысы бар деп сенеді. Содан кейін Уэнсдей өзінің жазу машинасына біреу тиіп кеткенін байқайды. Роман жоқ. Орнына жұмбақ пен Уэнсдейдің көздері қиылған суреті тұр. Жұмбақтан Уэнсдей кітап ұрлаушы романын мектеп негізін қалаушылар отында өртейтіні туралы түсінеді. 2 жыл еңбегін құтқару мақсатымен ол шараға асығады. Сол уақытта Паксли бірінші курс студенттеріне церемония басталған соң сүйек ағашына қашпақ екенін айтады. Бірақ ешкім келіспейді.
Аякс Энитті тауып, неге оны айналып жүргенін сұрайды. Бірақ Энит жауап бермей қашады. Сол сәтте Эниттің жаңа жігіті Бруно келеді де, оны церемонияға бірге көруге шақырады. Бірақ Энит Уэнсдейге көмектесу керегін айтады. Церемония басталады. Мисс Капри мен сиреналар Невермор гимнін орындайды. Директор Дорт топқа шығып, Белладонна және барлық құпия қоғамдарды жоюын жариялайды. Бұл жаңалық Бианкаға ұнамайды. Энит Уэнсдейге отқа кірмес бұрын шығуды өтінеді. Бірақ Уэнсдей романын табамын деп шыға алмайды. Дорт өз қабілетімен отты жақса, Да Винчи тобы телекинез арқылы әуе кеңістігіне алып шыққан алып бүркіт конструкциясын ұстайды. Уэнсдей әлі де ішінде екенін түсінген Энит директорға ескертеді. Бірақ Уэнсдей өзі шығып қолында романымен жетеді. Дорт оны Кракстоуннан мектепті құтқарған құрметті студент ретінде қарсы алады және оның ерлігін құрметтеген портретті көрсетеді. Уэнсдей студенттердің алдында жанды сөз сөйлеп овация алады. Бірақ оларды ақымақ деп атайды. Ол өзін батыр деп санамайтынын айтып, пьедесталға қоймауды сұрайды. Өйткені романын өзі өртейді. Осы сөзден кейін Уэнсдей микрофонды лақтырып, факелді алып, портретті тұтатып, бәрін шоққа қалдырады. Сол уақытта Паксли сүйек ағашына жетеді. Ол абайсызда аяғын шалып, күшін іске қосады. Нәтижесінде механикалық жүректі баланы тірілтеді. Уэнсдей мектепке оралғанда Энит оны иығынан ұстап, Уэнсдейде жаңа көрініс басталады. Ол өзін Энит Синклердің атындағы қабірдің алдында көреді. Кеннет Энит көріністе оны мойнынан ұстап өліміне кінәлайды. Ал шын өмірде Энит Уэнсдейдің еденге құлап, қара көз жастарын төгіп жатқанын байқайды. Кейін Уэнсдей Ротвуд коттеджінде анасы Мортишаның бөлмесінде оянады. Мортиша қызына түсіндіреді. Қара көз жастары бұл шамадан тыс қабілеттерін қолданудан туындаған психикалық шаршаудың белгісі. Ол Уэнсдейді Гуди заклинания кітабынан бас тартуға шақырады. Мортиша тек көмектескісі келетінін айтады. Бірақ Уэнсдей қатты жауап беріп, отбасымен арақашықтық ұстағанда ұнатқанын жеткізеді. Неверморға бара жатып, Уэнсдей Ларчқа бір жерге тоқтауды сұрайды. Ол бұрынғы шериф Донован Галпинің қираған, тасталған үйіне келеді де, онда Карл Брэдбери сияқты көздері алынған мәйітін табады. Кенет шерифтің аузынан бір көзді қырғауыл қоса ұшып шығып, қалғандары терезеден қалықтайды. Қос ұшып кеткен соң, Уэнсдей мәйітке қол тигізіп көрініс шақырмақ болады. Бірақ ештеңе шықпайды. Оның қабілеттері енді жұмыс істемейді. Зерттеуді жалғастыра алмай тұрған кезінде полиция келіп, шериф Сантьяго оны ұстайды. Сотта Сантьяго Уэнсдейден Галпин үйінде не істегенін сұрайды. Уэнсдей Галпин оны шақырғанын айтады. Сосын Сантьяго неге сол жерде болғанын сұрайды. Сантьяго түсіндіреді. Көздері алынған Карл Брэдбери Галпинге өлімінен бұрын қоңырау шалған, бірақ жауап болмаған. Мүмкін хабар қалдырған. Қазіргі уақытта Сантьяго хабарды тексеретін телефонды іздеп жүр. Уэнсдей Галпин оның көмегін сұрағанын және бұл оқиғаға Галпиннің ұлы Тайлер қатысы болуы мүмкін екенін айтады. Өйткені ол әкесін жек көрген. Бірақ Сантьяго қарсы шығып, Тайлер қазір Виллоу Хилл психиатриялық ауруханасында бақылауда екенін хабарлайды. Сол кезде Уэнсдейдің әкесі Гомес келеді. Ол қызының адвокаты екенін айтып, әрі қарайғы сұрақтар үшін Сантьяго сот бұйрығын алуы тиіс екенін талап етеді де Уэнсдейді участоктан шығарады. Осы уақытта Юджин Пакслиді аралы сарайдан шығып келе жатқан кезде табады. Сарай ішінде Юджин таңғалумен зомби табады. Ол кеміртізбелерге байланған. Паксли оны мәңгіге қамауда ұстауды қанайды. Себебі ол еш зиян келтіре алмайды. Миы жоқ. Ол Юджинге зомбидің механикалық жүрегін көрсетіп, механикалық жүрегі бар бала туралы аңыздың рас екенін дәлелдейді. Олар зомбиге бал береді, бірақ ол балды оларға қайта шашады. Паксли оны хлюп деп атайды. Уэнсдей Тингке соңғы көрінісінде Эниттің зираты мен бір көзді қырғауылдың қатысы бар болуы мүмкін екенін айтып, бұл туралы Энитке айтпауды ескертеді. Бөлмесіне кіргенде Уэнсдей Энитті балконда жатып жатқанын қорқынышпен байқайды. Ол оған жүгірсе де Энит күле бастайды. Бұл жай ғана әзіл болып шықты. Энит Уэнсдейге бұған жасанды көз үшін кек ретінде жасағанын айтады. Бірақ Уэнсдей қай көз екенін түсінбейді. Тексергенде көздің шынайы екенін және Галпинге тиесілі екенін анықтайды. Сол сәтте Эниттің телефонына Уэнсдейдің фотосы
келетті. Қудалауштан хабарлама түседі. Өзін елемеуге болмайтыны жазылған. Сол нөмірге қоңырау шалса, Галпиннің дауыстық поштаға ауысады. Уэнсдей Энитке бұрынғы шериф Галпиннің өлімі туралы айтады. Энит бұл жаңалықтан таң қалады. Содан кейін бүгін бірінші жүргізу сабағы бар екенін бөліседі. Уэнсдей көздің көмегімен көрініс шақырмақ болады. Бірақ сәтсіздікке ұшырайды. Ол Тингке Гуди заклинания кітабынан қабілеттерін қалпына келтіру жолын іздеуді тапсырады. Сыртта мектеп оқушылары ашу күніне арналған мерекені тойлап жатыр. Аякс Эниттің жаңа жігіті Бруноны күле отырып бақылағанына қапалы әрі қызғанышпен қарайды. Паксли мен Юджиннің қан сорғыш ұшатын қоңыздарының банкасын Бруноға жіберіп, оны жерге құлатқан кезде олар күледі. Аякс оларға көмек үшін ризашылығын білдіреді. Сосын шляпасын шешіп, екеуін де мүсінге айналдырады. Мерекелік дәстүрге сай. Коттедж Ротвудте Бианка Мортишаны көріп, мектепке қаржылай көмек көрсетуі мүмкін донорлардың тізімін көрсетеді. Ол директор Дорттың үміт артатынын айтады. Мартиша өз бай, бірақ бөлінген амасымен байланысып мектепке елеулі қаржы аударуға көмектеседі деп сенеді. Бірақ Мартиша бас тартады. Соңғы рет анасына көмек сұраған адам қайтыс болғанын атап өтеді. Бұл уақытта директор Дорт пен доктор Орлов ашу күні туралы әңгімелеседі. Орлов бұл мерекені ұнатпайтынын мойындайды. Өткен жылы бір студент оған аквариумға ұсақ егеу құйрық салған. Уэнсдей Дорт пен Орловқа жақындап, қақалдарды басқаруға қабілетті оқушылар немесе мұғалімдер бар жоғын сұрайды. Орлов соңғы 10 жылда мұндай қабілеті бар ешкім болмағанын айтады. Сол уақытта Юджин мен Паксли хлюпта аралы сарайдан қарайды. Паксли оған сэндвич ұсынады. Хлюп оны ұрлап жеп қояды. Балаларды жіберген соң хлюп тізбелерден босала бастайды. Жауап іздеген Уэнсдей Тингке психиатриялық Виллоу-Хилл клиникасындағы Тайлерге барғысы келетінін айтады. Сол мақсатпен ол Эниттен жүргізуге рұқсат қағазын ұрлайды. Энит бөлмесіне келгенде қағазын іздейді. Бірақ Тинг оны көрмегенін айтады. Мартиша бөлмеге кіріп шығады. Кеткеннен кейін Энит Тингке Гуди заклинания кітабын беруді бұйырады. Мектептің қақпасынан Уэнсдей Эниттің орнына шығып, нұсқаушыны қосып Пайлерге кездесуге Виллоу-Хиллге жол тартады. Психиатриялық клиникада күзетші оны кіргізбей, кек фанат қыз деп ойлайды. Уэнсдей құжаттар жинағын көрсетіп, өзін Уэнсдей Адамс екенін дәлелдейді. Күзетші оны кіргізеді. Бірақ хатшы тек доктор Фейерберн, клиниканың бас психиатры, Тайлермен кездесуге рұқсат бере алатынын түсіндіреді. Доктор Фейерберн пайда болып, Уэнсдейді күткенін айтады. Ол Тайлер жиі Уэнсдей туралы айтатынын жеткізеді. Уэнсдей Мерлин Тормхилл туралы сұрағанда, доктор оның басқа мекемеде екенін, Тайлерге әсерін азайту үшін екенін хабарлайды. Фейерберн сенеді. Тайлер мен Хайт арасындағы байланыс алыста болғанда әлсірейді. Ал Уэнсдейдің болуы Тайлердің қалпына келуіне көмектеседі. Уэнсдей Тайлердің жалғыз камерасына кіреді. Ол тізбеге байланған және әкесінің Галпиннің өліміне қарамастан ынтымақтасудан бас тартады. Тайлер Уэнсдеймен мазақтап, оның оны ойлағаннан келгенін, монстрды сүйгенін, себебі өзі де сондай екенін айтады. Ол Энитке қауіп төндіретінін ескертеді. Бірақ Уэнсдей провокацияға берілмейді. Уэнсдей Тормхилл оны марионетка етіп таңдағанын айтады. Өйткені Тайлер әлсіз, басқаруға оңай, тіпті кофе машинасын жөндей алмайтын адам. Тайлер Хайтке айналмақ болғанда, күзетшілер оны тоқтату үшін жаға қолданады. Сол сәтте Юджин Пакслиге оның қол зомбие хлюп тізбеден босап, қашып кеткенін хабарлайды. Директор кабинетінде Дорт Бианкаға Мартиша анасы Хестер Фрамптан мектепке қаржылай көмек алу қаншалықты маңызды екенін түсіндіреді. Ол үміттенеді. Бұл басқа адамдарды да демеуге ынталандырады. Дорт Бианкадан Мартишаға сирена қабілеттерін қолданып, оны анасын Неверморға қаржы аударуға көндіруге үгіттеуді сұрайды. Бианка Дортқа сирена әнін қолдануға тырысады. Бірақ оның мойнында Каримф коралынан жасалған амулет бар екені белгілі болады. Ол әнге төзімдетеді. Дорт оны бағынышты болмаған жағдайда шәкіртақыдан айыратынын ескертеді. Сондықтан Бианканың таңдауы жоқ болып шығады. Сол уақытта Энит Бруноны жатақхана бөлмесіне әкеледі де Тингке арналған сыйлықты ашады. Онда Тингтің кішкентай бөлмесі бар. Бірақ ішінде ол ішіп отыр. Бұл Энитті таңғалдыруда. Подарокта Тингтің суреті және Фестер ағасынан туған күн тілегі бар жазба кездеседі. Адамстар оның туған күнін ұмытқанын білген Энит
оны өз қасқыр тобымен атап өтуге шешім қабылдайды. Кенет Энит Бруноның жағдайын естиді. Ол жүгіріп көмектесуге барады. Ал Тинг өзінің үйшесінде қамауда қалады. Кейін сол түнде Уэнсдей Тингті кішкентай үйшеде тауып алады. Тинг Энит пен Бруно оны ұрлағанын хабарлайды. Эниттің телефонына хабарлама келеді. Уэнсдейге досын құтқаруға 30 минут уақыт беріледі. Қол астынан мертведей ойна деген жазуы бар қағаз слип кетеді. Уэнсдей бөлменің есігін ашады, бірақ хабар жіберуші жоқ. Энит пен Бруно оянып, өздерін тізбеге байланған күйде ескі сағат мұнарасында табады. Алғашында бұл әзіл деп ойлайды, бірақ жүздеген үстінен асқан пышақтарды көргенде жағдайдың шын екеніне көз жеткізеді. Энитті іздеп жүрген Уэнсдей мисс Каприға кездеседі. Ол оны қайырымдылық концертіне оркестрге қосылуға шақырады. Уэнсдей алдыңғы сындарды еске түсіріп бас тартады. Бірақ Капри көмектесуге тырысқанын түсіндіреді. Кейін Уэнсдей әріптердің ноталар екенін түсініп, пианинода ойнай отырып, жасырын өткел ашады. Сол жерде ол маска киіп, сағаттар тикап жатыр деген жазбаны қалдырып жүрген тұлғаны көреді. Сол уақытта Энит Бруноға қиындыққа түсіргені үшін кешірім сұрайды. Бруно мұны оның кінәсі емес екенін айтады. Олар қашуға тырысады. Бірақ құлап, Энит Бруноны құшақтайды. Уэнсдей Энит пен Бруноны тауып алады. Тинг оларды босатуға тырысады. Бірақ тұзақтарды іске қосып, пышақтар төмен түсе бастайды. Уэнсдей тағы бір жұмбақты машинкада көреді. Не көрмейсің? Достарыңды босату үшін жауабын тер. Кітаптар арасынан Герберт Уэллстің «Көрінбейтін адам» атты кітабы жоқ екенін байқап, оның атын машинкаға тереді. Энит пен Бруно құтқарылды. Сол кезде көрінбейтін бола алатын студентка Агнес Демил пайда болып, Уэнсдейді ашу күнімен құттықтайды. Ол Уэнсдейдің фанаты екені белгілі болады. Және бүкіл ойын оның назарын аударту үшін ұйымдастырылған. Уэнсдей Агнестен Галпинді өлтірген бе? Және оның көзін Эниттің жастығына қойған ба деп сұрайды. Агнес Галпинді өлтірмегенін айтып, ұрлап алған телефонды қайтарып береді. Сәл кейінірек Уэнсдей Тингтен туған күнін ұмытқаны үшін кешірім сұрап, оған ескі саусақ қысқыштарын сыйлайды. Тинг кешірімін қабылдап, Энитке қатысты өз алаңдаушылығын білдіреді. Уэнсдей досын қорғауға дайын екенін сендіре Пинг Гуди кітабында оның қабілеттерін қайтару туралы бірдеңе табылғанын сұрайды. Тинг жауап береді. Кітапты Мартиша алған. Содан кейін Уэнсдей балконға шығып, бір көзді қыранды қайта байқайды. Қыран оны көрген сәтте ұшып кетеді. Коттедж Ротвудта Бианка Мартишаны тағы бір рет көреді де, көзге көрінбестен сирена әнін қолданып, оны Хестер Фрампты қайырымдылық гала кешіне шақырып, мектепке елеулі қаражат аударуға көндіруге ынталандырады. Бианка кетер алдында Мартишаның оның келгенін ұмытқанына көз жеткізеді. Сол уақытта Хлюб орманда серуендеп жүр. Жүргізуші сабақтан кейін директор Дортқа дауысты хабарлама қалдырады. Әрі енді Невермор оқушылармен сабақ өткізбейтінін хабарлайды. Бірақ ол жолда Хлюбті көлікпен абайсыз соғып алады. Жүргізуші оны жараланған жануар деп ойлап тексеруге шығады. Бірақ Хлюбті таппайды. Кенеттен Хлюб арттан шығып шабуыл жасап, жануарды жұтып қояды. Келесі күні Мартиша мен Гомес Тинг үшін сәнді педикюр ұйымдастырады. Туған күнін ұмытқандары үшін өтем жасау мақсатында. Мартиша Гомезге аздап уайымдап жүргенін мойындап, кенеттен анасына қоңырау шалуды ойлап, мектепке қаражат аударуға көндіруге бел буғанын айтады. Гомез оны ыңғайлы сезіну үшін музыка қосып бірге би билейді. Сол уақытта Уэнсдей ата-анасының бөлмесіне кіріп, Гуди кітабын табуға тырысады. Бірақ кенет Мартиша кіріп келіп, кітапты қолжетімді жерде қалдыруға тым ақымақ емес екенін айтады. Уэнсдей кітапты қайтаруды талап етеді. Уэнсдей Эниттің өліміне қатысты көргенін айтып, бұрынғы шериф Галпинді қырандар өлтіргенін, сондай-ақ оның бұрынғы серігін де осылай жоғалтқанын дәлелдейді. Ол Энитке жетпес бұрын қылмыскерді табуға бекінеді, бірақ Мартиша көмектесуден бас тартады. Ол көріністерді сенімсіз деп, кітапты
қауіпті деп санайды. Уэнсдейді тағы да Офелиямен салыстырып, Мартиша Гуди Адамс кітабын беруден бас тартады. Уэнсдей жатақханада Галпиннің телефонын қалай ашуға болатынын ойлап отыр. Энид оны Джерико лагеріне баруға шақырады, бірақ Уэнсдей бас тартады. Энид кеткен соң, Уэнсдей тағы да Тингтен өзінің көргенін досына айтпауын сұрайды. Сол сәтте Уэнсдейдің фанаты Агнес пайда болып, Галпин мен Брэдберидің жағдайын зерттеуге көмектесуді ұсынады. Бірақ Уэнсдей оны қабылдамайды. Көрініс. Галпиннің жерлеу рәсіміне ауысады. Онда тек шериф Сантьяго мен доктор Фейерберн қатысады. Шериф Уэнсдейді өлтірулерді зерттеуді тоқтатуға ескертіп, Тайлермен кездесуден сақ болуға нұсқайды. Уэнсдей бұл ескертуге құлақ аспайды. Шериф кеткен соң, Уэнсдей доктор Фейербернен Галпин өзінің ұлы Тайлерді көрген бе деп сұрайды. Доктор Галпин Уиллоу Хиллде Тайлерді тек бір рет көргенін айтады. Сол сапар кезінде Тайлер бірден қайтқа айналып, ұзақ уақыт адам кейпіне қайта орала алмайды. Адам қалыпқа келу үшін 5 минуттық электрошок қажет болған. Доктор сонымен қатар Уиллоу Хиллде құстарды басқаруға қабілетті ешқандай пациент жоқ екенін растайды. Уэнсдей кетіп бара жатып, бір көзді қыранның алыстан оны бақылап тұрғанын байқамайды. Сол уақытта Хлюп өздігінен Юджиннің сарайына қайта оралады. Паксли мен Юджин оны бақылап отыр. Хлюп тамақтанған кезде миы керемет жылдамдықпен қалпына келеді. Юджин мен Паксли сөйлесіп тұрған сәтте Хлюп Юджинге шабуыл жасап, оны жеуге тырысады. Бірақ Паксли электрокинез арқылы оны басады. Юджин Хлюпті өте қауіпті деп санап, мұны ұстаздарға хабарлағысы келеді. Бірақ Паксли бәрі бақылауда екенін сендіреді. Бианка алма төбесі қонақ үйіне келеді де, сирена қабілеттерін қолданып, анасы Габриэль тұратын 302 нөмірлі бөлменің кілтін алады. Ішке кіргенде, анасы Бианкаға таңған сектасы туралы жаңалықтарды қадағалайтынын және бұрынғы күйеуі Гидеонның федералдық органдар іздестіріліп жатқанын мойындайды. Ол Гидеонмен некелескеніне өкінеді. Өйткені ол тек адамдарды тарту және олардың ақшасын ұрлау мақсатында үйленген. Бианка анасына күмән қалдырмай, оның еркін болуына мүмкіндік беру үшін Гидеонды табуға уәде береді. Неверморда Уэнсдей Галпиннің телефонын ашуға көмектесуді Агнеске өтінеді. Агнес пен оның досы Жозефина көріністі өзгерте алатын қабілеті арқылы Фейсайды да айналып өтеді. Агнес Уэнсдейге бұрынғы шерифтің үйінен полиция келгенге дейін ұрланған заттары салынған қорапты береді. Агнес пен Жозефинаны шығарып жіберген соң, Уэнсдей Галпиннің телефонында Брэдбериден келген бауыстық хабарламаларды тыңдайды. Сондай-ақ қораптан Пайнкрест мекенжайы жазылған хижинаның суретін табады. Тинг картадан Пайнкрестті табады. Ол Энид баруға ниеттенген Джерихо лагерінен алыс емес екені белгілі болады. Уэнсдей серуенге қосылуға шешім қабылдайды. Жолға шығу күні директор Дорт студенттерге көңілді уақыт өткізуге кеңес береді. Энид Уэнсдейдің сапарға қосылғанына қуанады. Сол кезде Агнес пайда болып, мақтанышпен Уэнсдейдің жаңа көмекшісі екенін айтады. Энид ренжіп қалады. Ал Уэнсдей Агнеске терезе жанындағы орынды иемденуді бұйырады. Директор Дорт Уэнсдейдің серуенге шығу шешіміне таң қалады. Энид жолға арналған тамақ сатып алғанда, Аякс оған чемодандарды автобусқа апаруға көмектесуді ұсынады. Бірақ жаңа жігіт Бруно шығып, Аякске Энидті өзі алып баратынын айтады. Джерихо лагеріне келгенде, Уэнсдей Хлюпті жасырған табытты әкеле жатқан Пакслиді көреді. Уэнсдей Пакслиден не бар екенін сұрайды. Ол от жағуға арналған отын деп жауап береді. Бір сәттен соң Адамс отбасының қалған мүшелері келеді. Гомес студенттерге қоса отырып, отбасымен уақыт өткізуге мүмкіндік беруді түсіндіреді. Мартиша мен Уэнсдей арасындағы шиеленісті азайту үшін Гомес әңгіме бастауға тырысады. Бірақ Уэнсдей бір сөз айтпай кетеді. Паксли шатыр тігеді де сыртқа отшашулар орналастырады. Юджин олардың не үшін екенін сұрайды. Паксли Хлюп қайта қашып кетсе, ескерту сигналдары екенін түсіндіреді. Юджин Хлюпті лагерге әкелгенін біліп, шошыды. Сол сәтте Гомес жақындап келе жатқанын көріп, олар шатырдан шығуға тырысады. Хлюпті көрсетпеу үшін.
Кейін Гомес Мортишеге Уэнсдейге Гуди заклинания кітабын қайтаруды ұсынады. Бірақ Мортиша бас тартып, Уэнсдей оны жек көргені дұрыс деп санайды. Әйтпесе, қызының өміріне қауіп төнуі мүмкін деп есептейді. Сол уақытта директор Дорт Джерихо лагерінде студенттерді қарсы алып, келесі 2 күн бойы лагерь изгойларға тиесілі болатынын хабарлайды. Дорт сөйлеп тұрған кезде кадет училищесінен нормистер келеді. Оларды Рон Крюгер бастап келеді және 6 ай бұрын лагерді брондағандарын айтады. Крюгер контракт көрсетіп, кадеттер лагерді алдын ала брондағанын дәлелдейді. Бірақ Дорт өз кезегінде лагерь иесі Старик Джекпен жасалған өзінің контрактысын көрсетеді. Анықталғандай, Старик Джек зейнетке шыққан. Енді бизнесін ұлдары басқарады. Ал ескі иенің салғырттығынан екі тарапта лагерді бірдей брондаған болып шыққан. Ешкім жерді бергісі келмейді. Уэнсдей даудамайды. Жарыс арқылы шешуді ұсынады. Жеңімпаз лагерде қалады. Жеңілгені кетеді. Екі тарапта келіседі. Дорт жарыс ережесін түсіндіреді. Изгойлар мен кадеттер жарысында әр команда 10 адамнан тұрады. Шабуылдаушылар мен қорғаушыларға бөлінеді. Қорғаушылар қарсылас тотемін ұстайды, ал шабуылдаушылар оны алып, сигналдық ракетаны іске қосып, бақылау мұнарасына жеткізуі тиіс. Бірінші жеткен жеңеді. Басқа ережелер жоқ. Жарыс басталады. Кадеттер садақпен оқ атқанда Аякс қалпақтан ұшып, кездейсоқ өзінің командаласын мұздақ ояды. Кадеттер тотемді алады. Сол уақытта изгойлар да тотемді алуға тырысады. Бірақ кадеттер әскери жабдықпен қаруланған және көз жүгіртетін газ қолданады. Уэнсдей Тинг пен Юджинге сигнал береді. Юджин қарсыластарына арар ойын жіберсе, Уэнсдей газдан қорғалмаған күйде өтіп, кадеттер тотемін оңай алып шығады. Бианка сигналдық ракетаны іске қосады. Екі команда тотеммен мұнараға жүгіріп барады. Кадеттер алда келеді. Бірақ соңғы сәтте Уэнсдей жартастан арбалетпен атылып, трос орнатады. Төмен түсіп, кадетті түсіріп, тотемді бекітіп, жеңісті өздеріне алады. Кейін Крюгер кадеттерін жеңілісі үшін сөгіп, түнде изгойлардан лагерді қайтарып алуға тырысуға үндейді. Кешке изгойлар от айналасына жиналады. Мортиша мен сиреналардың ән салуын тыңдап тұрған кезде Уэнсдей Тингпен бірге Пайнкрест шатырын тексеруге шығады. Шатырдың ішінде айна артында соңғы 15 жылда Уиллоу Хиллде изгойлардың өлімі туралы газет қиындысы табылады. Барлығы Лоис есімімен байланысты. Уэнсдей экстрасенсорлық көріністерін шақырмақ болады. Бірақ нәтиже болмайды. Сол кезде ол түсінеді. Өзінің қабілеттерін қайтарып, Энитті құтқару үшін Гуди Адамстың кітабы жалғыз жолы. Сыртта бір көзді қораз терезеден бақылап тұрады. От айналасында Бианка Мортишаны дауысына мақтау айтады. Дорт Мортишадан оның анасы Хестер Фрамп қайырымдылық комитетіне қатысуға келіскенін сұрайды. Мортиша хабарласқанын, бірақ Хестер жауап бермегенін айтады. Сол уақытта Энит Аяксқа сөйлесуге бел буады. Ол өзінің сезімгері жаз бойы өзгергенін айтады. Энит өскенін, енді олар бірге бола алмайтынын түсіндіреді. Және Аякс ренішпен кетеді. Кадеттер камуфляж киіп, изгойларға шабуыл жасауға дайындалады. Уэнсдей анасына барып, Гуди кітапты талап етеді. Ол Мортишаны көз жанарымен дуэлге шақырады. Адам отбасының ежелгі дәстүрі. Кім бірінші қарсыласын шыны жүрекпен нұқса, сол жеңеді. Егер Уэнсдей жеңсе, Мортиша кітапты қайтарады. Ал егер жеңілсе, кітап жанып кетеді. Мортиша келіседі. Тинг қоңырау соғып дуэль басталады. Екі жақта керемет шеберлікті көрсетеді. Сол уақытта Крюгердің кадеттері изгоулар ұйықтап жатқанда оларды байлауды жоспарлайды. Рон Крюгер Юджин мен Паксли палатасына кіргенде тұзақ іске қосылады. Крюгер Хлюпті байқайды. Хлюп оны ұстап жеп қояды. Ал қалған кадеттер қашып кетеді. Паксли мен Юджин Крюгердің денесін тауып, Хлюптың тағы қашып кеткенін түсінеді. Агнес Уэнсдейдің нұсқауы бойынша Пакслиді көрінбейтін күйде бақылап жүрген болатын. Көмектесуге ұсыныс жасайды. Үшеуі Хлюпті іздеуге аттанады. Сол уақытта Хлюп балта тауып, Гомездің душ қабылдап жатқан шатырға кіреді. Гомез еш нәрсе сезбейді. Паксли уақытында келіп, электрокинез арқылы зомбиді бейтараптайды. Шум лагерді
көпшілігдің назарын аудартады. Бірақ Хлюп қайта оянып, балтаны алып орманға қашады. Мартиша Уэнсдеймен дуэльде жеңіске жетеді, бірақ артынан Хлюп келеді. Уэнсдей шапшаң әрекет жасап, қылыш лақтырып, оны ағашқа шаншып, анасының өмірін құтқарады. Кейін полиция келіп Крюгерді моргқа, ал Хлюпты Виллоу-Хиллге жеткізеді. Кадеттер соңғы құрмет көрсетіп, Крюгердің денесін алып кетеді. Уэнсдей қабілеттері жоқ күйінде тергеуді жалғастырып, Лойс деген кім және Энитті болашақта қалай құтқару керегін ойлайды. Сол кезде тағы бір көзді қоразды байқайды. Ол капюшон киген фигураның иығына қонады және фигура сәтті де жоғалады. Сол уақытта Виллоу-Хиллде доктор Фейерберн жаңа пациентті бақылауға алады. Камера терезесі ашылғанда Хайттың иесі Мерлин Торнхилл көрінеді. Оны доктор Фейерберннің кабинетіне алып барады. Доктор Хайт пен иесі арасындағы байланысты қалай үзуге болатынын, сондай-ақ Тайлерді қалпына келтіру үшін не істеу керек екенін түсінгісі келеді. Фейерберн ойлағандай, Тайлер мен Мерлинді ажырату оның эмоциялық ықпалын әлсіретеді деп санайды. Бірақ ол нәтиже бермейді. Мерлин өз шарттарын қояды. Ол көмектесуге тек Виллоу-Хиллде тұрақты пациент ретінде орналастырылса келіседі, құлыптаушы ретінде емес. Фейерберн бас тартып, оны бір адамдық камераға жабуды және түрмеге қайтаруды бұйырады. Соңында Мерлин Тайлермен бір кездесуді ұйымдастыруды өтінеді. Тайлердің жанында болғанда ол үндемей жақындайды. Кейін Хайтқа айналып, тор арқылы Мерлинді қысып бастайды. Мерлин Тайлерге оны шығаруға уәде береді. Сонда Тайлер оны босатады. Басқа жерде, тыныш зиратта, Уэнсдей Пайнкрест шатырынан тапқан газет қиынысындағы изгоя Патриция Редкардың күлін табады. Сол сәтте Уэнсдейдің әжесі Хестер Фрамп келеді. Уэнсдей әжесіне газет қиындысы жинағын көрсетіп, барлық науқастардың осы жерде жерленгенін түсіндіреді. Сонымен қатар, ол бөлмедегі көршісінің өліміне қатысты көрінісін айтып, бұл өлімдердің бір жолмен оған байланысы бар екенін айтады. Уэнсдей өзінің экстрасенсорлық қабілеттерін жоғалтқанын да хабарлайды. Хестер Патрицияның күлін иіскеп көруді ұсынады және Уэнсдей адамдық иіс орнына жануарлық иіс сезетінін түсінеді. Сол кезде бір көзді қораз келеді. Газеттегі некрологты ұстап, қара фигурасы бар мотоциклге ұшып кетеді де, олар бірге көрінбейтін жерге жоғалады. Уэнсдей әжесіне жалғасып, жалған кремацияларды кім рұқсат еткенін анықтау үшін зиратты сатып алуын сұрайды. Содан соң Уэнсдей Неверморға оралып, бір көзді қораздың әр қадамын бақылап тұрғанын байқайды. Студенттік жатақханада Энит есікке «кедергі жасама» деген резинканы қояды. Уэнсдей сигналға мән бермей, досын Бруномен бірге көріп қалады. Бірақ сол сәтте ішінде жасырын тұрған Агнес пайда болады. Энит пен Бруно кеткен соң, Агнес Уэнсдейге баспагерден келген хатты береді. Уэнсдей хатты ашқанда романының жарияланбауы туралы хабарды және психологиялық көмекке жүгіну ұсынысын табады. Келесі күні Уэнсдей сағат арасына барып, Фестер атасына кездеседі. Ол оған бір миссиясы барын айтып, Виллоу-Хиллге кіріп, сол миссияны орындау керегін түсіндіреді. Фестер соңғы рет Мартиша сұраған кезде Виллоу-Хиллде болып, Офелияның жағдайын тексергенін, бірақ кейін Офелия психиатриялық ауруханадан қашып кеткенін еске алады. Олардың әңгімесіне Агнес араласып, Уэнсдейге Виллоу-Хилл ауруханасының картасын көрсетеді. Уэнсдей Фестерге мақты тапсырма береді. Ауруханаға кіріп, Лойс есімді адамды табу. Бұл адам пациент немесе қызметкер болуы мүмкін. Кейін Фестер Алматөбесі қонақ үйіне кіріп, бояумен ластанған ақшасын пайдаланады. Бөлмесіне орналасқан соң ол барынша хаос тудырады. Қонақ үй қызметкерлері полицияны шақырады. Шериф Сантьяго қосымша күшпен келеді. Ол өз көмекшілеріне басқа бөлмелерді тексеруді бұйырады. Өзі Фестердің бөлмесіне кіріп шығады. Бір бөлмеде көмекші Бьянканың анасын табады да оны ұстайды. Шериф Сантьяго Фестерді қамауға алады. Тергеу кезінде оның күтпеген әрекеттері нақты жауап алуға мүмкіндік бермейді. Наразы болған шериф Фейербернді шақырып, Фестерді Виллоу-Хиллге аударуын бұйырады. Сонымен қатар Сантьяго Бьянканың анасының қонақ үйде жасырын тұрғанын анықтайды. Неверморде Юджин Паксли және Аякс лагерде зомби жасырғандары үшін жазалануда. Аякс өзіне кінә тағылмауы керегін айтып, тек куратор екенін және бұл істен хабарсыз екенін дәлелдеуге тырысады. Бірақ директор
Директор Дорт бұл сөзге құлақ аспайды. Бианка да олармен бірге болады. Олардың міндеті гала вечерге шақыруларды дайындау. Бианка анасының қамауға алынғаны туралы хабар алады. Ол Дорттан рұқсат сұрайды. Бірақ Дорт бас тартып, доктор Орловқа оны бақылауды тапсырады. Аякс Бианканың уайымдап тұрғанын байқап, оның анасы қиын жағдайда екенін біледі. Бірақ Бианка кетуге мүмкіндіксіз екенін түсіндіреді. Өйткені сирена дауысы доктор Орловқа әсер етпейді. Оның басы шыны түтік ішінде. Аякс көмектесуге шешім қабылдап, қалпағын шешіп, Орловты тасқа айналдырады. Юджин мен Паксли оларға қосылмақ болады. Бірақ Бианка өзінің сирена дауысын пайдаланып, оларды шақыруларды дайындауды жалғастыруға мәжбүр етеді. Полиция бөлімінде Бианка Аякс арқылы келеді де, ұсталған әйел өзінің анасы екенін хабарлайды. Ол сирена дауысын шебер қолдана отырып, полицейлерге істі жабуды және анасына қатысты барлық жазбаларды жоюды бұйырады. Ротвуд коттеджінде Уэнсдей Мортишаны зиярат етеді. Мортиша оның кітап Гудиді сұрауға келгенін ойлайды. Бірақ Уэнсдей тетясы Офелияның неге Виллоу Хиллге жіберілгенін сұрайды. Біршама ойланып болғаннан кейін Мортиша түсіндіреді. Екінші курсында Неверморде Офелияда Уэнсдей сияқты қабілеттерін тым жиі қолданғандықтан қарагөз жастарын төгіп жиі жылаған. Бір күні оны Невермор алаңында айқайлап, қарагөз жастары төгілген күйде тауып, психиатриялық аурухана Виллоу Хиллге жіберген. Мортиша әптесін құтқаруға тырысып, бәріне бұл психикалық ауру емес, оның қабілеттермен байланысты екенін түсіндіруді қалады. Бірақ ешкім тыңдамаған. Барлық жағдай үшін Мортиша өз аналарын Хестер Франтты кінәлайды. Күтпеген жерден Хестер келеді де Уэнсдейге жаңа сатып алған және оның атына рәсімделген зиратқа тиесілі құжатты береді. Хестер Уэнсдейге сыбырлап айтады. Фальшивые кремация актілерін жасаған және изгоевтің денелерін жануарлардың денелерімен ауыстырған адам Август Стоунхерст. Уэнсдей ақпарат іздеуге кетеді. Уэнсдей кеткен соң, Мортиша Хестерді өзінің қызықшылық әрекеті арқылы Уэнсдейді Мортишаға қарсы қоюға тырысты деп айыптайды. Олар Офелия жайлы жанжалдасады. Хестер Уэнсдейге Гуди кітабын алу үшін Невермор мектебіне ақша қайырым етуге ұсыныс жасайды. Бірақ Мортиша бас тартады. Ол Гуди Адамс кітабын алып, оны отқа лақтырады да, отбасымен сауда жасауға болмайды деп мәлімдейді. Виллоу Хиллде Фестер доктор Фейербернмен сөйлесіп, өмірінің көп бөлігін психиатриялық ауруханаларда өткізгенін ашады. Фестерде ондаған паспорт болуына байланысты доктор Фейерберн оның нақты атын сұрайды. Фестер өз атын жай ғана Фестер деп атайды. Миын рентгенге түсіргенде шын мәнінде оның басында шегелер мен қайшылар қалған анықталады. Бұл Фейербернді оны ресми түрде ауруханаға жатқызуға итермелейді. Психиатриялық ауруханаға түскен соң Фестер пациенттерден Лойс туралы сұрай бастайды. Бірақ ешкім оны білмейді. Тіпті Фестер жергілікті аспазбен тез танысып, бір түрлі химия пайда болады. Сол уақытта Неверморде жасырын фигурасы бар адам мектепте кіріп кетеді. Агнес Уэнсдейге Август Стоунхерсттің бұрынғы Невермор мұғалімі әрі қазіргі Виллоу Хилл пациенті екенін хабарлайды. Уэнсдей бұл ақпаратты Тинг арқылы Фестерге жеткізеді. Энит Уэнсдейдің одан алыстай бастағанын байқайды және оған Агнес арқылы жаңа орын тапқанын айтып шағымданады. Сол сәтте оларды қаптап алған қарлығаштар шабуыл жасайды. Уэнсдей мен Энит үстердің артына жасырынуға мәжбүр болады. Директор Дорт қарлығаштарға отты шарлар лақтырады. Бір қарлығаш Тингті ұстап әкетеді. Бірақ Дорт оны көзге тигізіп Тинг босап шығады да Энит оны ұстайды. Уэнсдей терезеден фигураны байқап, жасырын жолмен оны қуалайды. Бірақ тек қара плащ қана табады. Музыкалық бөлмеде Уэнсдей доктор Фейербернді тауып, күдіктене бастайды. Фейерберн өзін мисс Каприді көруге келгенін, ал Виллоу Хиллдегі музыкалық терапияны талқылауды жоспарлағанын айтады. Капри бөлмеге кіргенде Уэнсдей оның демі ауырлап кеткенін байқап, құс клеткасымен байланысты күдіктер туындайды. Фейерберн Невермордан кеткенде Тинг Уэнсдейдің бұйрығымен оның көлігінің ішіне үнсіз кіріп алады. Уэнсдейге Мортиша жақындап, Фестердің неге Виллоу Хиллде отырғанын сұрайды. Мортиша Фестерді ұстау
мүмкін емес екенін, тек өзі қаласа ғана болатынын ескертеді. Уэнсдей мойындайды, Фестер оған тергеуде көмектесіп жүргенін. Мартиша зерттеуді жалғастыру жағдайды ушықтыратынын ескертеді, бірақ Уэнсдей тоқтамайтынын айтады. Виллоу-Хиллде Тинг Фестерді тауып, оған Август Стоунхерсті іздеуді тапсырады. Август Лоистың құпиясын шешудің кілті. Фестер күзетшіден Август туралы сұрап, оны тікелей кома жағдайында жатқан Августке жеткізеді. Август сөйлей алмайды, бірақ оның орнына папуғай жауап береді. Фестер аздап тоқ береді, папуғай Лоиске байланысты нөмірді атайды. Түнде Фестер Августты қайтадан оның бөлмесіне жеткізеді. Сол жолда Мерлин өтіп бара жатып, оны бірден таниды. Техникалық бөлме деген жазуы бар есіктен өтіп бара жатып, Август оған нұсқап Лоис дейді. Август төсекте жатып қалғанда, Фестер есіктің жанында қайта оралады. Доктор Фейерберннің кабинетінде Мерлин Фестерді көргенін айтып, бұл Уэнсдейдің тапсырмасы болуы мүмкін екенін ескертеді. Бір сәттен кейін Фейерберн күзетшілермен бірге Фестерді техникалық бөлмеге кірмекші болып жатқан жерінен ұстап, ес-түссіз қалдырады. Фестер оянғанда, оны арнайы камераға орналастырғандарын және оның жалғыз көршісі зомби екенін біледі. Кинг көлеңкеден бақылап, кейін барлығын Уэнсдейге жеткізу үшін Неверморге қайта оралады. Сол уақытта Уэнсдей доктор Орлофтан Август Стоунхерстің өткенін сұрап, оның бұрынғы табиғат ғылымдарының мұғалімі болғанын, қарапайым адам және кішкентай қызы болғанын біледі. Неверморде Бианка мен Аякс оның анасын мектепке жеткізеді. Туннелдер арқылы өтіп бара жатып, оларды директор Дорт байқамақ болады. Бірақ сәтті жалтарылып шырады. Кейін Тинг Уэнсдейге не көргенін айтып береді. Уэнсдей оны қайтадан Виллоу-Хиллге Фестерді бақылауға жіберіп, өз жоспарын әзірлейді. Уэнсдей достарын жинап, Виллоу-Хиллге ену жоспарын талқылайды. Ол психиатриялық ауруханада мисс Капридің музыкалық сабағы олардың мүмкіндігі болатынын түсінеді. Тинг аспаздың көмегіне қол жеткізген. Ол Уэнсдей мен Фестерге жеткізеді. Агнес есік алдындағы алаңдастырушы амал жасап, кіруді жеңілдетеді. Энит үнемі шеттетіліп жүргеніне шыдамай, қосылуды талап етеді. Уэнсдей оған бақылаушы рөлін беріп, бірдеңе дұрыс болмай қалса, шериф Сантьягоға хабарлауды тапсырады. Келесі сахнада Уэнсдей мисс Капридің көлігінің багажнигінде жасырын болып Виллоу-Хиллге жетеді. Агнес күзет бөлмесінде дайын тұр. Күзетші машинаны тексеріп жатқанда, Агнес бақылау бөлмесіндегі дәретханада жарылыс жасайды. Бұл оның назарын бұзып, Уэнсдейге ішке енуге мүмкіндік береді. Іште аспаз Уэнсдейді Фестер отырған құлыпталған бөлмеге жеткізеді. Ол Фестерді босатып, екеуі бірге Лоис іздеуге шығады. Кейін Хлюп оралымнан шығып, психиатриялық аурухана арқылы өтіп, Мерлинді ұстап тұрған күзетшілерге шабуыл жасап, оған қашуға мүмкіндік береді. Мерлин Уэнсдейдің қасында өтіп бара жатып, олардың көздері кездеседі. Бірақ екеуі де бір ауыз сөз айтпайды. Сол уақытта мисс Капридің музыкалық сессиясын сигнализация үзіп тоқтатады. Доктор Фейерберн зомби қашып кеткені туралы хабар алып, эвакуацияны бастайды. Уэнсдей мен Фестер техникалық бөлмеге жетіп, Августтың Фестерге алдын ала берген кодымен оны ашады. Кітап сөресінің артында олар Лоис деп жазылған дәлізді табады. Уэнсдей түсінеді. Бұл есім емес, жасырын жобаның атауы. Аурухана астында жасырын зертхана орналасқан. Мұнда Уэнсдей тергеген некрологтардағы шеттетіленген адамдар бұрын өлі деп есептелгендер шын мәнінде тірі екен. Солардың арасында ең қатты күзетілетін камерада отырғызылған нәзік қарапайым әйел бар. Күтпеген жерден қара бүркіттерді басқарған белгісіз адам алға шығып, өзін Джуди деп таныстырады. Август Стоунхерсттің қызы. Джуди жобаның негізгі мақсаты шеттетіленгендердің ерекше қабілеттерін алу және оларды қарапайым адамдарға беру екенін түсіндіреді. Ол әкесінің ісін жалғастырып отырғанын, сондай-ақ өзіні де алғашқы сәтті тәжірибе ретінде алғанын айтады. Бұрын ол қарапайым адам болған, бірақ әкесі оған құстарды басқару қабілетін берген. Кеннет Фестер қуатты соққы толқынын шығарып, аурухананың бүкіл энергетикалық жүйесін істен шығарады. Сыртта кезекшілік еткен Энит дереу шериф Сантьягоға хабарлайды.
Электр қуаты өшкендіктен аурухананың барлық камералары ашылады. Испыталамаушылар босап шығып, Жудиге шабуыл жасайды. Уэнсдей нәзік әйелді түрме камерасынан шығарып алады. Күзетшілер Хлюпқа атса да, оқ оған әсер етпейді. Мерлин Тайлерді әлі де шынжырдан босатады. Өткенге ренжіген Тайлер оны ұстап, қорқытып, өлтіремін деп қорқытады. Мерлин аман қалуды сұрап, шынжау Уэнсдей Адамс екенін, соған бағытталған қадам жасау керегін айтады. Тайлер Уэнсдеймен күресуге келсе, бірақ Мерлинге 5 секунд уақыт береді. Сол кезде ол қашып кетеді. Мерлин қашқан соң Тайлер Хайд қайналып, оны қуып жетеді. Қарапайым адам болғандықтан Мерлин оған қарсы тұра алмайды. Тайлер оны ұстап, өлімге жібереді. Басқа жерде Фестер аспазбен қоштасып, сүйісіп, алғысын білдіреді. Доктор Фейерберн Август Стоунхерсті алып, кабинетінен жасырынса да, Хлюп ішке кіргенін байқамайды. Хлюп оны шабуылдап жейді. Сосын Августты ескі дос ретінде қарсы алып, оны өз кезегіндегі нысанға айналдырады. Аурухана фойесінде Тайлер Уэнсдейді тауып, көзбен кездестіреді. Уэнсдей орнында тұрып, оған көз қарасымен жауап береді. Содан кейін Тайлер оны терезеден лақтырады. Уэнсдей жерге құлап түседі де, дәл сол сәтте полиция жетеді. Офицерлер Тайлерге оқ атып, ол оларға шабуыл жасап, орманға қаша жөнеледі.